Так, все, запись басталды бізде. Мына жақта, короче, мына жерде тұрған сұрақтардың мынаның барлығын мен уже көшіріп қойдым мына жаққа. Мына жаққа слайд ретінде. Қазір осыны тез белгілеп тастаймыз да и көреміз қанша жинайтынымызды. Так, бірінші есепте былай дейді. Суреттегі фигуралар мен сол фигураларға сәйкес ұяшықтардағы сандардың байланысын анықтап, бос ұяшықтарды толтырыңыз дейді. Так, мына жерде астындағы сандар сияқты, мына жерде 1, 1, 3, 2. Мына жерде мына сандарды түсіндім. Мына сандар үстінде қанша ұяшықты кубиктар тұрғандығын білдіреді. Мысалға 3 деген төбесінде 3 тұр, иә? Мына жерде 1 тұр, сосын мына жерде 2 тұр ғой, демек ортада 2 деп жазылып тұр. Қалған жерлерде 1-1-ден тұр. Мыналарды дәл солай. Енді мына жерде қандай болады? Соңғы жағында нешеу тұр? Соңғы жағында 1, 2, 3, иә? Мына жерде 1, 2, 3 тұр. 3 дейміз. Онда кейін ортада 1 тұр. Сосын мына шетте 2 тұр. Оның алдында мына жерде тек қана 1 тұр. Сосын мына жақта 1 тұр. Сосын мына жерде дәл ортада 1 тұр. Бергі шетінде мына жерде 2 тұр. Мына жерде 1 тұр. Қай вариант келеді? Мына 4-ші вариант келеді. Яғни А жауабы болады екен. Түсіндік қой, иә? Хорошо, так, келесіне кеттік ал. Енді екінші есеп былай дейді. Сынып оқушыларының 80% математика үйірмесіне, ал 70% инженерлік үйірмесіне қатысады. Екі үйірмеге де қатысатын оқушылардың пайызының ең аз мәні қанша екендігін табыңыз дейді. Мынау енді оп-оңай. 80%-ға 70%-ды қосамыз, 150% болады. Сонда 2 рет қайталанғандардың саны, яғни 150-ден азайтамыз негізгі 100%-ымызды. Сонда 50% болады екен. Мынау В жауабындағы мән шығады. Түсінікті ғой, иә? Так, ары қарай кеттік. Келесі. Неге қостық? Өйткені біреу математика үйірмесі, екіншісі инженерлік деп тұр ғой. Екеуі общий табу үшін бір-біріне қосамыз ғой. Так, келесі енді үшінші есеп. Бізге былай дейді. Асан өзінің қадамын 4 рет өлшеді дейді. Бірінші өлшегенде 48 сантиметр, екіншісінде 49, үшіншісінде 47, ал төртіншісінде 52 сантиметр болды. Асанның бір қадымның орташа ұзындығы. Орташа десе, значит, ол арифметикалық ортасын сұрап тұр. Арифметикалық ортасын қалай табамыз? Мына төртеуін бір-біріне қосам. 48 қосу 49, қосу 47, қосу 52 деймін. Енді төртеу тұр ғой, демек 4-ке бөлем. Тең. Енді осыны калькулятормен жазсақ. Так, қазір. И бөлеміз 4-ке, 196-ны 4-ке бөлсек, 49 сантиметр шығады. Жауабы мына жерде сонда Д варианты болады екен. Түсіндік қой, иә? Апай, запись сақталамайды. Сақталады. Так, хорошо, ары қарай кеттік. Келесі, 4-ші есеп. Компьютер енгізілген санды 3n-7 формуласы арқылы автоматты түрде есептеп, мұндағы n енгізілген сан экран бетіне соңғы мәнін шығарады дейді. Йолдыз экран бетінен 137 санын көрді. Енгізілген санды табыңыз дейді. Мына есеп өте оңай, бізді штастыру үшін беріп тұр. Просто былай жасаймыз. 3n-7 тең 137 дейміз, е? Енді мынаны шешейік ал. 3n тең 137-ге 7-ні қосып жүрсек, 144 болады, е? Сонда n тең 144-ті 3-ке бөлсек қанша? 144 бөлу 3. 48 болады. Сонда мына жерде В жауабы болады екен. Так, ары қарай кеттік ал. Келесі. Қосындының мәнін табыңыз дейді. Апай, орташа ұзындығы деген неге арифметикалық орта? Жібек не үшін өйтіп атағандарын білмеймін, бірақ орташа десе, ол арифметикалық орта деген сөз болды. Еркелетіп орташа деп айтамыз арифметикалық ортаны.
Так, мына жерде қосындының мәнін табыңыз дейді да. Былай дейді. Минус 2012 қосылған минус 2010 деп былай берген екен. Қараңдаршы, мынау ортада бізде минус 2018 сосын минус 2006 деп кете береді. Дәл осы сандардың плюс мәндері мына жақта бар, плюс 2006 дегендер. Сонда әрбір минус пен плюстар олар нөлді береді. Ортадағы бүкіл жұп сандар бір-бірімен қысқарады, жойылып кетеді. И 2008 бен мына жақта 2008 де қысқарады. Минус 2010 мен плюс 2010 да нөлді береді. Минус 2012 мен плюс 2012 де нөлді береді. Сонда бізде ең соңында мына екеуі ғана қалады. 2014-ті 2016-ға қоссақ 4030 шығады. Все, жауап А варианты болады. Түсіндік па, балалар? Иә. Так, хорошо, ары қарай кеттік ал. Келесі. 6-шы себенді. Саяхатшылар межеленген пунктке бару үшін 3 күн жол жүрді дейді. Олар бірінші күні барлық жолдың 30%-нан 20 км кем, ал екінші күні қалған жолдың 60%-нан 10 км кем жүрді. Үшінші күні 130 км жол жүрді. Саяхатшылардың 3 күнде жүрген жолын анықтаңыз дейді. Так, біз былай дейміз, барлық жүрген жол ол 3 күн жүрген жол ғой, оны x километр деп алайық. Енді бірінші күні барлық жолдың 30%-нан 20 км кем дейді. Яғни x-тің 30%-ын табамыз да, 30%-ға көбейтем және 100%-ға бөлемін, и одан 20 км азайтам деген сөз. Тең x-ті мына жерде нөлдер қысқарсын, 3-ті 10-ға бөлсек 0,10-нан 3x минус 20 деген сөз. Вот мынау бірінші күні жүрген жолының теңдеуі. Енді екінші күндікін табамыз ал. Екінші күні қалған жолдың 60%-нан 10 км кем дейді. Қалған жол қанша? Бізде қалған жол дегеніміз мына жерде x-тен бір күнде 2 n боламыз. Мынаны просто математиктермен тест центрдің нұсқасын талдап отқанбыз ғой жаңа. Сол үшін өткізе салдым. Так, қалған жол қанша? Бірінші күннен қалған жол. Мен оны қалай табам? X-тен азайтамын, мына бірінші күннің жолын. Яғни 0,10-нан 3x азайту 20-ны азайтам. Сонда жақшаны ашып жерсек, x минус 0,10-нан 3x және минус пен минус плюсті береді да, 20 болады. Тең, x-тен 0,10-нан 3x азайтсақ, 0,10-нан 7x қосылған 20 болады. Мұнау қалған жол. Енді осы қалған жолдың 60%-нан 10 км кем жүрді. Яғни біз енді мұнаның 60%-ын табамыз, және одан 10 км азайтам. Мұнаның 60%-ын қалай табам? Бұны аламда 0,10-нан 7x плюс 20-ны көбейтемін 60%-ға және бөлемін 100%-ға. Яғни 60-ты 100-ге бөлсек, мына жерде 0,6 ғой. Жақшаны ашып, мыналарды 0,6-ға көбейте салам. 0,7 0,6-ға көбейтсек, 0,142x болады. Қосылған 20-ны 0,6-ға көбейтсек, 12 болады. Сонда, мынау бізде 60% осындай шықты. Енді одан 10 км кем дейді. Азайтамыз 10 км-ді. Сонда 0,142x 12-ден 10 айтсақ, плюс 2 шығады. Мынау екінші күні жүрген жолдың теңдеуі. Таптық. Енді үшінші күні 130 км жүрген. Вот мынау қараңдарды. 3 күннің жолдарын таптым. Енді осы үшеуінің бір-біріне қосындысы менде барлық жолды береді ғой. Вот солай теңдеуді дәлше құрамыз ал. Так, сонда бірінші күні 0,10-нан 3x минус 20 қосылған, екінші күні 0,142x қосылған 2, үшінші күні 130 км. Осы үшеуіндегі жүрген жолымыз x км деп алдық, тең x дейміз. Ал енді мұнаны шығарам ары қарай. Так, 0,10-нан 3-ке 0,42-ні қоссақ қанша? 0,172x болады. Мұна x-ті бері қарай айдап алып келеміз. Азайту x тең. Мұна минус 20 плюс 2 минус 18 береді. Минус 18 плюс 130 қаншаны береді? 112-ні береді. Оны келесі бетке қуып жібереміз. Минус 112 болады, хабар бұл. Енді 0,172-ден азайтсақ минус x-ті. Минус 0,128x болады. Тең минус 112-ге.
минустарын жойып жіберемін да. Енді x тең калькуляторда ашамыз да 112-ні бөлеміз 0,128-ге. 400 километр деген сан шығады. Сонда бізге 3 күнде жүрген жолын табыңыз деп тұр ғой. Ал менде сол 3 күнде жүрген барлық жолды басында x те болған. Вот x-тің мәнін таптық. Яғни D жауабы болады екен. Мұнан түсінген адам бар ма? С деген есебі 0,128 қалай шықты дейді. Мына жерде мынау x деген 1x деген сөз ғой. 0,172-ден 1-ді азайттым ғой. Удача, Айбек. Или Әлбек па? Қайталап жерсеңіз. Қайталағым келіп тұрған жоқ. Нақты сұрақ қойыңдаршы. Негізі гумдар үшін реально мына есеп қиын шығаратын жерлер өте көп. Басқа жолы? Басқа жол. Басқа жол, конечно, бар. Бірақ одан да қиын. Мынандай ғой. Короче, қазір көрсем. Оқын қаласыңдар қазір сұрағандарға десең. Қай жерде? Былай жазайымыз. Жиі болып кетпейді, вообще оңай болады қазір. Просто былай ғой. Вариантпен шығарамыз. Мына жерде Кенжебеков Диас шықты. Молодец, Диас. Вариантпен шығарамыз, дұрыс. Мен уже дұрыс жауапты білем, сол үшін қараңдарда. Егер мына есептің бір балы сендерге қатты керек болса, онда мыналардың әр қайсысын жеке қойып көресіңдер. Басындағы 3 күн жүрген жолға. Мен енді жауапты сразу білем, сол үшін 480 ба деп өтірік мидаспай, сразу 400 километрді қоямыз ал. Сонда бірінші 400 километр деп барлық жолды осылай деп аламын, негізгі жауабымыз. Енді әр жолды жеке тауып көрейік. Бірінші күні барлық жолдың 30%-нан 20 километр кем дейді. Сонда мен былай жасаймын. Бірінші күн деймін да 400-дің 30%-ын табам. И бөлемін 100%-ға. Бізде санның пайызын тапқан кезде сол пайызға көбейтеміз және бөлеміз 100-ге ғой. И әрі қарай мынау нөлдері қысқарсын, 40-ті 3-ке көбейтсек 120 километр шығады. Одан 20 километрге кем дейді. 120-дан 20-ны азайтамыз, сонда 100 километр жол жүрген екен бірінші күні. Ал енді екінші күндікін табамыз. Екінші күні қалған жолдың дейді. 400-ден 100 азайтсақ, қалған жол қанша қалды? 300 километр қалды ғой. Осы 300 километрдің 60%-нан 300-ді көбейтем 60%-ға, бөлемін 100%-ға. Қанша шығады мына жерде? 180 шығады. Осыдан 10 километр кем жүреді. 180-нен азайтамын 10-ды. Сонда 170 километр жол жүрген екен екінші күні. Үшінші күні өзі жазып тұр 130 километр жол жүрген. Ал енді осы үшеуінің мәндерін бір-біріне қоссақ, мынау 400 километр шыға ма? Шығады ғой, үшеуін бір-біріне қоссақ. Вот, дұрыс таптық деген сөз. Түсіндік па, балалар? Но мен мына жерде біліп тұрып 400-ді қойып көрдім ғой. Сендер тестте отырған кезде мына 480-ді қойып бөлек шығарасыңдар, одан шықпай қалады. 450-ді қоясыңдар, одан шықпай қалады. Сөйтіп отырасыңдар, короче. Ары қарай кеттік ал. Келесі. 7-ші степ енді бізде. Асылымның туған күніне безендіруге қызыл, жасыл, көк, сары түсті 21 жалауша пайдаланды дейді. Оларды 2 көк, 3 қызыл, 2 жасыл, 3 сары болатындай тәртіппен орналастырған. Олай болса, дәл ортасындағы жалауша қандай түсті екен табыңыз дейді. Мына вообще күшті. 2 көк дейді. Көк, сосын көк тұрады. Одан кейін 3 қызыл дейді. Қызыл, қызыл, қызыл тұрады. Сосын 2 жасыл дейді. Жасыл, жасыл тұрады. Одан кейін 3 сары. Сары, сары, сары. Яғни осы ретпен қайтадан басынан бастап қайталанады. Үйсіп қайталана берген дәл осындай ретпен. Енді бізде сонда қанша не бар мына жерде? Қанша шарт тұр бірінші қатарда? Бірінші неде? Циклде. Нешеу? 2-ге 3-ті қоссам 5, 10 шарт тұр мына жерде. Яғни каждый 10 шар сайын олар қайталанады деген сөз. Бізде 121 жолаушы бар ғой. Оның бізге
дәл ортасындағын сұрап тұр. Сонда біз оны былай жасаймыз. Дәл ортасындағы номері қандай? 121-дің дәл ортасын табайық. Так, 121-ші. Біз былай жасаймыз, қараңдарда. 121-ге 1-ді қосамызды, оны 2-ге бөлем. Бүтін сан шығару үшін. 61 ғой. Сонда 61-ші тұрған шарымыз бар ғой. Сол біздің соның түсін табу керек. 61-ді біз енді әрбір 10 не сайын түс сайын бұлар қайталанады ғой кезегі. Демек 61-ді 10-ға бөлемін. Сонда 6 рет цикл қайталанған, мынандай 6 рет өткен осайынан, енді 60 ол бітетті, тағы да біреуі, басынан басталғанда біріншісі көк түс болған екен. 61-ші сонда көк түс деп жауабын белгілейді екенбіз. Түсінікті ма? Но я чувствую, сендер мынаны ерінбей 121 рет жазып шығасыңдар. Так, әрі қарай кеттік ал. Келесі 8-ші деп былай дейді бізге. Қыры 2-ге тең кубтардан суреттегі фигура құралған дейді. Осы фигураның толық бетінің ауданын табыңыз дейді. Так, толық бетінің дейді, біз былай жасаймыз. Толық беті деген бізге сыртына көрініп тұрғаннан тіктөртбұрыштар бар ғой. Тіктөртбұрыш дейтін ғой, не ғой? Квадраттар бар ғой, шетінде тұрған. Осы квадраттың біреуінің ауданын тауып аламыз да, неше штук бар, соншаға көбейтеміз. Мына жерде біреуінің ауданы қандай болады? Қыры 2-ге тең болса, s тең а квадратқа саламыз. 2-ның квадраты 4-ге тең болады. Дәл осындай неше штук бар, санайық шал. Так. Неше штук бар? Мына жер біреу, 2, 3, 4, 5. 5 көрініп тұр. Мына жақта да 5 көрінеді. Мына жақта да 5 көрінеді. Мына жақта 5, 5. Неше 5 санадым мен? Короче, мына жақта 5 сондай не бар, квадрат бар. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 5-ден бар екен. Сонда 6-ға 5-ті көбейтсек, 30 квадрат бар. Біреуінің ауданы 4 болса, жалпы 30-ның ауданы, 30-ды 4-ке көбейтеміз, 120 болады. Все, ды жауап шығады сонда. Түсіндік па? Негізі осыған ұқсас есеп болған, но ұқсас ол андай, прям бұл емес. Так, хорошо, ары қарай кеттік ал. Көрінбей тұрғандарын алмаймыз. Көрінбей тұрған ол ішіне кіріп тұрған жерлерін алмаймыз. Көрінбей тұрған дегенде артқы жақтағындағыларын алдым ғой мен. Просто мынандай дәл осы сияқты мына жақтағы сияқты шығып тұр ғой ол. Сол үшін мына жерде бір неден кубтан 5 жақ шығып тұр ғой. Сол үшін 5-ке көбейттім ол жерде. Бір кубтан 5 жағын таптық. 6-шы жағы беттесіп тұр олар бір-бірімен. Так, ары қарай кеттік ал. Келесі. 9-шы есеп. 360 грамм ерітіндінің 8% хлор. Осы ерітіндіден 6% хлор болатын жаңа ерітінді алу үшін қосылатын судың массасын табыңыз дейді. Мынау негізгі ерітіндіміз. 360 грамм және 8% хлор дейді. Оған су қосқанда тең болу керек, 6% шығу керек. Енді мына қосатын судың несін салмағын білмейміз, оны x деп аламын. Енді 360 граммға сол x грамм қосылады мына жерде. 360 қосылған x болады. Енді судың құрамында қанша пайыз хлор болады? Білулерің керек сендердің. Химиктер бар ма? Молодец, 0% болады. Химик емес, негізі любой білет, просто сендерді шатастыру үшін химикті салдым. Так, 0% болады. Судың құрамында 0% хлор бар. Енді мынау қатар тұрғандарын бір-біріне көбейтіп жазам. Яғни 360 көбейтілген 8 қосылған x көбейтілген 0% тең 360 қосылған x-ті көбейтемін 6-ға. Жақшаларын ашып жазам енді. Так, 368-ге көбейтсем қанша? Калькуляторымды ашып алайын. 2880 болады екен. Тең, мынау 0 болып кетеді, жазбай қояйық. Енді 360-ты біз 6-ға көбейтсек, 360 көбейту 6. 2160 қосылған 6x болады. Мына жақта 6x қана қалсында тең 2160 келесі бетке азайту болып барады. 2880-нен 2160-ты азайтып жерсек 720 болады. X тең 720-ны біз 6-ға бөлетін болсақ 120 грамм екендігі шығады.
сонда мына жерде ДЖО болады екен. Андай скриндап жатқан кезде мына жерге просто случайно тиіп кеткен ғой. А на самом деле дұрыс болып шықты. Түсіндік па? Қай жағдайдан 100% деп аламыз нөл орнына? Мына жерде хлор жайлы әңгіме айтып тұр ма? Үстіне су емес, тек қана хлор қосқан жағдайда 100% деп аламыз. Так. Ары қарай кеттік ал. Келесі. Сосын бір ескерту, сабақ өтті деп, андай сториске мені белгілеп салсаңдар, мен сендерге обратно подписка жасаймын. Чтоб білсін басқалар. Өтіп жатқанды. Так, келесі. 10-шы есеп. Былай дейді бізге. Аспазшы деген мынау әріптерінің көмегімен 7 әріптен тұратын неше әртүрлі сөз мағынасы бар болуы маңызды емес дейді. Құрастыруға болатынын табыңыз дейді. Так, қараңдаршы, мұндай кезде біз былай жасаймыз. Неше әріп бар жалпы? 7 әріп бар, иә? П тең 7-нің факториалы деймін. Еще мынау А деген әріптер қайталанып тұр ғой. Одан Адан 2 әріп бар, иә? Демек, бөлу 2-нің факториалы деймін. Егер тағы да, например, С деген әріптен 3 рет қайталанса, онда мен көбейту 3-тің факториалы дейтін едім. Но мына жерде ондай жағдай емес, сол үшін бұны алып тастайық. Тең 2 қысқарады да, 2-ге дейінгі көбейтіндісі қысқарады ғой, сонда не қалады? 2-ден кейінгі 3, 4, 5, 6, 7-нің көбейтіндісі қалады. Мына сандарты бір-біріне көбейтсек не шығады? Так, 12-ні 5-ге көбейтсем 60, иә? И 6-ға көбейтсем и 7-ге. 2520 сөз құрастыруға болады екен. Вот А жауабындағы мән шығады. Түсіндік па? Адалдық деген сөз болса да, иә, адалдық деген сөзде бізде нешеу? Біреу, екеу. Короче, адалдықты есептеп көрейік шал. Адалдық. П тең 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-нің факториалы болады. Және Адан 2 рет кездесіп тұр. Бөлу 2-нің факториалы деймін. Көбейтілген Д-дан 2 рет кездесіп тұр. Көбейту 2-нің факториалы деймін. Әрі қарай тең 7 мен 2 қысқарады, мына 4, 5, 3 көбейту 4, 5, 6, 7 қалады, иә? Оның мыналардың көбейтіндісі 2520 ғой. 2520-ны 2-ге бөліп жүрсек, қанша? 1260 шығады мына жерде, мынандай жағдайда. Түсіндік қой, иә? Апай ОБТ-да неше балл алдыңыз дейді. 110 балл алғанмын, бірақ негізі 109, мен оны 110 деп айтам. Просто апелляцияға бермей шығып кеткем. Сол әлі жүрегімде қалып кетті. Так, мынау белгілеген жауаптарды мына жаққа қойып шығайық енді. Так, А деп алдық. А, В, Д, В. А, В, Д, В, е? А, В, Д, В. Точно осылай ма? Сосын А, В, Д, А, Д, ой, мынау не кішірек кетті. А, Д, В. 4030 шыққан. Жаттап алдық қой, ше? 400 километр шыққан, сосын көк шыққан. 120 шыққан да. Сосын мынада 120 шығып беді. Лор деген есебімізде. Да, 120 шыққан, сосын 2520 екен. Так, надеюсь, мынау математикада қате жоқ деп ойлаймын. На всякий случай, мен шаршап отырдым. Мен 4-тен бастап 4-те жеке сабақ өттім, 5-те жеке сабақ өттім. Короче, 4-тен бастап әлі тоқтаған жоқпын, сабақ беріп отырмын, жаңалы беріп, біраз болыпты ғой. Көрейік енді қанша алатынымызды. Егер 50-ден 50, 10-нан 10 болмаса, мына эфирді ұмытасыңыз. Егер прям 60-тан 60 алсақ,
неге салып қоясыңдар сторисқа? Все, солай деп шешеміз, иә? Ал белгілейік. Или тарих белгілеп тастаймыз ба? Или не надо? Короче, тарихты сендер белгілейсіңдер бірақ. Ал, ладно, көрейік. 1771 жылы Түркістанда Абылайдың бүкіл үш жаздың ханы болып сайлануына ықпал еткен жағдай дейді. Ресей мемлекетінің келісімімен жоңғарлардың талқандаудағы үлесі дейді. Сосын қырғыздарға жасалған жорықтың нәтижесі Қытаймен дипломатиялық қарым-қатынас дейді. Точно Қытаймен не кім біледі? Чү неге біреуің В, біреуің С деп отырсыңдар? ЖБС дейді, ВО дейді. Апай, бұл платный нұсқа ма? Иә, платный нұсқа. 1756 ғой Қытаймен дейді. Сендер шешіңдер, нені В мен С деп қайта-қайта. Жоңғарлардың талқандаудағы түсуі сияқты, талқандаудағы үлесі сияқты. Ресей мемлекетінің келісімімен емес, иә? Так, ары қарай кеттік ал. Келесі екінші. Алтын Ордада Өзбек ханның билік құрған жылдары. Мынаны қача айтсаңдар? С ма? Хорошо, С. Келесі. 1913-1918 жылдардағы жалпы ұлттық басылым. Бұл жерде қазақ. Мен наны білем, точно. Сендерден қараған жоқпын, мен білем бұны. Так, төртінші. Соғыстары 4 ғасырға созылып, біздің заманымыздан бұрын 165 жылдары ғұндар толығымен жеңді дейді. Кімдерді? Тоқарларды. Нанта, мен білем десең. Так, ары қарай кеттік. 5-ші. Қазақстанды Азияға шығатын кілткен қақпа деп атаған орыс патшасы дейді. Мынау Петр, бірінші Петр. Так, келесі. Омбыдағы кадет корпусында білім алған көрнекті зерттеуші ғалым. Шоқан ба? Мен негізі білгем деп қайта берсең. Келесі. 1988 жылы Қазақстан Компартиясы ОК-ның қаулысымен ақталған тұлға. Майлин, Сейфуллин, Жансүгіров. Мен ойлаймын, Д деп ойлаймын. Так, 8-ші сұрақ енді. Жоқ, мен вообще сендерді қарап отқан жоқпын, самғат. Қарап отқан жоқпын. Келесі, 9-ші ғасырда солтүстік шығыс Қазақстан аумағында құрылған мемлекет дейді. Так, солтүстік шығыс болса, ол точно қимақтар. Келесі, 9. Тарихи тұлғаларды олардың руларымен сәйкестендіріңіз дейді. Жоламан Тіленшұлы, Кенесары точно төре. Мен мынаны білем. 2В деген мына екеуі қалады екен. Сосын. Так, Жоламан Тіленшұлы Сырым Датұл дейді. Сырым Датұлының руғандай. Сырым Байбақты ма? Иә, Байбақты. Болады мына жерден. Келесі. 16-шы ғасыр соңында ноғайлар басып алды дейді. 16-шы ғасырдың соңында ноғайлар кімді басып алды? Екі жауап жазбай, біреуін жазсаңдар. Аралдан солтүстік шығысқа қарай, или Сырдарияның оң жағалауын. Осы сұрақ жүр нағызда дейді. Келді дейді. Қандай енді жауап, Балжан? Есімде кітап оқығам деп. Асылжанға сенеміз ба? Или сенбейміз ба? Ладно, бір сұрақты сенейік оған. Д деп белгілейік мына жерге. Если что, біреу қате болса, менің кінәм емес, Асылжанның кінәсі. Так, келесіне кеттік. 11. Ой, блин, жек көрем осындайды бар ғой.
Қазақстандық тоталитарлық жүйенің салдарлары бірдеңе деп бергенде, сызбаны және тарихи біліміңізді пайдаланып, 30-шы жылдары КСРО-дағы тоталитарлық жүйені орнықтырған хатшыны анықтаңыз дейді. Мынаны и так білулерің керек сендердің. Мен жауап бермей қояйын, сендер жауап беріңдерші тез. Сталин, дұрыс. Мен не үшін мынаны ойланып отырмын? Сталин ғой. Так, келесі. Сызбаны және тоталитарлық жүйенің көрінісін анықтаңыз дейді. Сөз бостандығы, жеке басқа табынушылық, саяси құқықтар еркіндігі, көппартиялық жүйе. Құдай ақын, мынаны жеке басқа табынушылық екенін мен білем. Точно қарамадым сендерден бұл жолы. Так, келесі. Тоталитарлық жүйенің белгілерінің ішінен дұрыс емес дәйекті анықтаңыз дейді. Азаматтық бостандықтарды жою, саяси басқарудың экономикалық басқарумен бірігіп кетуі, нарықтық қатынастарға негізделген қоғам құру, экономиканы басқару жүйесін орталықтандыру. Мынау енді нарықтық қатынастарға негізделген қоғам құру болады. Сендер де жауап беріп жатсыңдар ма? Білмеппін. Келесіне кеттік. Келесі. Тоталитарлық жүйенің көрінісіне қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз дейді. Так, көрінісіне қатысты дұрыс дәйекті. Ассимиляциялық саясат, шынайы егемендіктің болуы, экономиканың шикізаттық бағытта қалыптасуы, азаматтық бостандықты енгізу, канцлерлік құру, қоғамдық өмірге толықтай еркіндік беру, партияның мемлекетте еліні алуы. Көрінісіне қатысты. Значит, ол бізде ойланып алайын. Так, бізде неге жауап бермей жатсыңдар? Ешқайсың білмейді екенсіңдер ғой. Ладно, өзім жауап беремін. Так, шикізаттың экономиканың шикізаттық бағытта қалыптасу дейді. Азаматтың бостандыққа енгізіп концлагерлерді құру. Мынау 3 точно дұрыс, иә? 3 точно дұрыс. Значит, А или В болады. Ладно, С деп белгілейін. Келесі. Соловки, Архангельск түрмелерінде азап шегіп, кейін атылған қарқаралы петицияның авторлары болған алаш зиялыларын анықтаңыз дейді. Бұл кім еді? Бөкейханов, Ермеков, Ақпаев или Аймауытов, Досмұхамедов. Мынау тұр ғой, Д болады. Дулатов пен Байтұрсынұлы тұғын. Келесі. Мынандай мәтін берген, Қазақстандық археологиялық зерттеу тарихы деген. Так, 1954 жылы Іле археологиялық экспедициясына жетекшілік еткен ғалымды анықтаңыз дейді. Так, Ілеге оған белгілі ғалым Ақышев жетекшілік етті деп. Не деген сұрақ мынау? С болады. Мен негізі ананы оқымай тұрып білген тұғым. Просто сендерге андай дәлдеу үшін көрсетіп жатырмын оны. Келесі 17. Так. Тастарға қашалған ежелгі кескіндер деген мағына беретін терминді анықтаңыз дейді. Тастарға қашалған ежелгі кескіндер. Пиктография, рерустер, тастарға қашалған деген неге Д деп атсыңдар? Иероглифтер емес, ойбай, иероглиф емес. Кешірім сұраймын. Иероглифтер деген андай нелер ғой? Ужас, мен неге иероглифтерді ойлап жатырмын? Все, ұмытыңдар, әрі қарай кеттік. Мынау 16 қат, жоқ, бұл 16 қат емес қой. Неме алдыңғысы қате деп айтып жатсыңдар? Сендер әдейімен шатастыру үшін істеп жатсыңдар. Келесі, Ботай мәдениетінің тараған кезін анықтаңыз дейді. Так, Ботай мәдениеті қай кезде тарап еді? Есіме түсіріп алайын. Петроглифтер деген жаңа мына жерде жазылып тұр екен ғой. Бәсе. Сендер содан қарап айттыңдар, иә, яғни. Так, Ботай мәдениетінің тараған кезін. Нақты. Қазір подсказка болса сендерге айтам.
сақ және иісін несіне дейді? Значит, точно энолит па? Энолит ау деймін. Қола дәуірімен байланысты. Энолит, иә. Так, ары қарай кеттік. 2004 жылы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұраларының тізіміне енген ескерткішті анықтаңыз дейді. Так. Сендер сообщениелерің дұрыс көрмей қалып отыр. Ладно, мен негізі вообще сообщение қарап отқан жоқпын. Наума, Тамғалы, Шатқалы, Петроговичтер. Өткен мына жерде тек қана Петроговичтер жайлы айтып жатыр ғой, иә? Бесшатыр патша қорғаны деген бар дейді. Мына жерде қазір күте тұрыңдар, мен сендердің сообщениелеріңнен тауып алайыншы. Бәріміз су деп жазайық деп мида ашып отқан жоқсыңдар ма? Бүйтіп ешкім жазбады. Все болады мына жерде. Келесі 20-да. Мына жерде Қазақстандағы археологтарға қатысты дұрыс емес дәйектерді анықтаңыз дейді. Так. 20 ғасыр 20-30 жылдарында қола дәуірі ескерткіштері зерттелді. 20 ғасырдың 30 жылдары, 1900 жылдар, 30 жылдары байланысты дейді. Значит, бұл емес, бұл дұрыс. Екі, тасмала. Тасмала мәдениеті тұрғындар алғашқы болып жылқыны қолға үйретті дейді. Тасмала жайлы айтылмаған ба мына жерде? Қазақстандағы археологиялық зерттеулер 19 ғасырда басталды, 1800 жылдар ма? Дұрыс, бұл жерде басталған. Одан кейін 1970 жылы Қадырбаев Петровичтерге зерттеу жүргізді. Қадырбаев қайда? Қадырбаев. Мына жерде Қадырбаев жоқ қой вообще, иә? Мына жерде бірақ мынау сияқты. Маған кажется, тасмала мәдениеті тұрғындар алғашқы болып жылқыны қолға үйретті деген осы сияқты. Ладно, сыны деп белгілейміз. Все, аяқтадық. Аяқтаймыз. Мен әдейі жаңа бір сұрақты қате белгілеп едім. Но айтпаймын қайсысы екен. Может, сын белгіледім. Қазір бітірген соң айтамын. Келесі. Анау қате, қайсысы қате? Растау дейік. 2-ге 2-ні қоссақ, 4. Ал, қысымына дейік. Ема! 80-нен 80 алдық қой. Мұнау физикаға SAT деген ештеңе жоқ, е, жалко. Ровно алдық, все. Математикада қате жоқ, тарихта қате жоқ. Көріңдер ма? Мен тарихтан сабақ беруім керек енді. Матсауда вообще қате жоқ. Үйреніңдер. Жалко, физикаға ерініп тұрдым. А так физикантта белгілесем, 50-ден 50 алатын ем. Я, тарих өз күшім. Сендерден аяқтан жазыңдар ма бірдеңе? Қайдан білейін сендердің жазып отқандарыңды? Тарихты өзім отырып белгілеп тастадым. Так. Тарихтан марафон ашам. 99 теңгеге. Все, так. 4 пәннен осылай 80-нен 80 алыңдар. Мұнаны салып қойсаңдар болады өздеріңе. Өздеріңе деппін ғой стористарыңа. Мені белгілеп салып қойсаңдар, мен репост жасаймын да, сендерге подписка жасаймын. Мен репост жасасам, менің сторисімді 4000-дай адам көреді. Если что, 4000 деп өтіріп, 3,5-нан асатын жан. Все. Запись берейін ба, бермейін ба ойланып тұрмын. Не деген мен өзім еңбегім ғой тарих. Оны біреулер пайдаланғаны дұрыс па?